Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді, тәтті әрі табиғи өнімдерден жасалатын компоттың рецептісімен сізге бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бұл балаларға арналған, үйде өзіңіз ішсеңіз де өте дәмді, дәруменге бай компот болып табылады. Ең бірінші, кепкен жемістерімізді осындай ыдысқа салып, әбден жуып алатын боламыз. Менде мұнда кептірілген өрік, кептірілген алма, кептірілген киви және манго, әртүрлі кепкен жемістерден комбо болып осылай дайындап алдым. Бөлме температурасындағы суымызды мол қылып ыдысымызға құйып, кепкен жемістерімізді әбден кірі езілгенше жуып алатын боламыз. Мен осылай екі қайтара жуып алдым. Қараңыздар, қалай кірі шығып жатыр. Міндетті түрде жуып алыңыздар. Қараңыздар, мен осылай екі қайтара жуып алдым. Енді осындай темір ыдысымызға, каструлямызға кепкен жемістерімді салып, үстіне таза су немесе фильтрден өткен суды құйсаңыздар да болады. Толтырып құямыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша кепкен жемістерді көптеу салсаңыздар да болады. Адам санына байланысты үйіңіздегі. Осындай орташа отқа қойып, қайнағанын күтеміз. Қайнағанша қалдырамыз, бетін жауып қалдырамыз. Қараңыздар, менің компотым 7-8 минутта қайнады. Қайнап жатқан компотымыздың үстіне дәміне қарай қант салатын боламыз. Осылай ісініп, өзі үлкейіп, екі есе үлкейеді. Қайнағанын күтеміз. 15-20 минут қайнатамыз. Одан артық қайнатып керек емес. Қайнап болғаннан кейін салқын жерге кішкене суытамыз. Суытып болғаннан кейін осылай сүзгіштің көмегімен ыдысымызға сүзіп құямыз. Бұл витаминге өте бай, дәрумендерге. Біздің компотымыз дайын, табиғи өте өнімдерден жасалған, ешқандай қоспасыз, балалардың сүйіп ішетін, яғни сүйікті сусыны, газдалған, басқа да өнімдерден қарағанда осылай балаларыңызға үйде табиғи заттардан ғана жасалатын компотты пісіріп беруге кеңес беремін. Өте оңай дайындалады. Ұзақ қайнатпаңыздар, ұзақ қайнатсаңыздар, ішіндегі дәрумендердің бәрі қайнатылып кететін болады.